Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жемістердің оңай сызылу жолымен бөлісемін. Менің видеоларымды үзбей көріп жүру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз құлпынайдың суретін саламыз. Ол үшін бізге қызыл, жасыл, қоңыр түсті қарындаштар қажет болады. Жасыл түсті қарындашпен бірінші жұлдызшаның суретін саламыз және оған құлпынайдың сабағын жалғастырып сызып, барлығын толықтай жасыл түстіпен бояймыз. Екіншіден, қызыл түсті қарындашпен жүрекшенің суретін салып, құлпынайдың өзін саламыз. Оны толық қызыл түспен бояп шығамыз. Және де ең соңғы қоңыр қарындашпен құлпынайдың үстіндегі нүктелерін белгілеп шығамыз. Біздің бірінші суретіміз дайын. Екінші суретте біз жүзім сабағын саламыз. Жүзім сабағын салу оңай болу үшін сабақты 7 санымен ұқсастырып салсақ болады. Ал жүзімнің өзін дөңгелек етіп салып шығамыз. Келесіде өздеріңіз көріп тұрғандай жүзімнің жапырақшаларын саламыз. Суретіміз барынша әдемі болу үшін оны бояймыз. Жапырақтарын жасыл түспен бояймыз, сабағын қоңыр түспен және жүзімнің жемістерін сия күлгін түспен бояп шығамыз. Келесі суретте біз бананды саламыз. Ол суретті салу үшін X тәріздес сызықтар қажет болады. Бұл біздің бананымыздың қабығы және ары қарай бананымыздың үстіңгі және астыңғы бөлігін салып, оларды сары бояумен жақсылап қанық түсті қылып бояймыз. Келесі кезекте біз U әрпінің бейнесін негізделіп, ананастың жапырақтарын салып, толықтай жасылмен бояп шығамыз. Қызыл сары қарындашпен ананастың өзін сопақша етіп салып, әдемілеп бояп шығамыз. Қоңыр түсті қарындашпен ананастың үстіндегі бедерін саламыз. Осымен біздің суреттеріміз дайын. Менімен бірге болып, соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет.